Сәлем достар, бүгінгі тақырып аяғы ауыр келіншектерге кеңестер, аяғы ауыр келіншектерге не нәрсе болады, болмайды, сол туралы алдағы уақытта көретін боласыздар. Видеоның соңына дейін көріңіздер, өте қызық. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Көбіне аяғы ауыр келіншектерде сұрақтар туындап тұрады. Не нәрсе болады екен, болмайды екен деген сияқты жауабын іздей бастайды. Жан-жақтан сұрайды, бірақ жан-жақтарындағы айтқандардың жауаптары, яғни қанағаттанбайды. Сондықтан да тыңдаңыздар, ең маңызды сұрақтардың біріне жауап беремін. Аяғы ауыр кезде жыныстық қатынасқа түсуге бола ма деген. Бұл тақырып енді біздің қазақтарда негізгі ұят нәрсе. Сондықтан да қысқа да нұсқа айтып кетейін. Болады, тек 8-9 айларында бұл угроза болуы мүмкін, оған дейін болады. Келесі сұрақ, аяғы ауыр кезде шаш қиюға болады ма? Бұны да жан-жақтан сұрайды. Кейбір жаңағы адамдар айтады, шаш қиса баланың бақытын қиясын, тағы басқа деген сияқты болжамдар айтып жатады. Ондайға сенбеңіздер. Шаш қию ол балаға ешқандай зиян келтірмейді. Шашты бояуға бола ма деген сұрақ болады. Шашты бояуға бола ма дегенге ойлану керек. Өйткені ол химиялық, яғни бояу деген химия ғой, сондықтан да ол балаға әсер етуі мүмкін. Сондықтан да аяғы ауыр кезде шашыңызды боямаңыз. Ішімдік ішумен, алкогольмен және темекі туралы айта кететін болсақ, мүлдем болмайды аяғы ауыр келіншектерге. Өйткені бұл баланың дамуына әсер етеді және балада түсіп қалуына, баланың түсіп қалуына әсер етеді. Және деген бала кемтар болып дүниеге келуіне өте әсері бар. Сондықтан да мүлдем темекі мен ішімдікке жоламаңыз. Неше түрлі ауруларды алып келуі мүмкін, балаңызға өте зиян. Сақ болыңыз. Қандай тамақ жеуге болады, қандай тамақ жеуге болмайды деген сұрақтар бар. Әртүрлі тамақтар, витаминдер жеңіздер, ең бастысы көп жеп қоймаңыздар. Яғни мысалға бір мандаринді 2-3 келі жеп қойсаңыз, ол өте балаға зиян болып келеді. Әрбір тамақты өзіңіздің қалпында, нормасына сай жесеңіз болады. Әртүрлі витаминдер жеңіз, балаға өте пайдалы витаминдер, көкөністер, жемістер барлығын жей беріңіз. Бүгінгі видео ұнады деген ойдамын. Балаларыңыз аман болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын, қазақ елі аман болсын. Сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше.